Сәлем баршаға, сіздермен Алтынай, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында осылай әсет печкамызды тазалайтын боламыз. Міндетті түрде қайталап көріңіздер. Осылай әсет печкамның қолданылып жатқанына қанша уақыт болды, сарғайып дағы кетпей қойған еді. Осылай үй жағдайында ерекше әдісті қолданып көрдім. Әсет печкам біршама тазарып қалды. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап, әсет печкаларыңызды жаңартып алыңыздар. Күнделікті қолданыста жүрген өзіміздің үйдегі заттармен осылай әсет печкамызды біршама тазартып алатын боламыз. Ең алдымен әсет печканың кез келген листін аламыз. Ол листке біз порошок, ас содасы және де ферри ыстық суды құятын боламыз. Ең алдымен 2-3 үлкен ас қасықпен порошогымыз саламыз. Кез келген порошок жарайды. Одан кейін 2 ас қасық содамызды салып, сосын үстіне ферри құямыз. Сосын 2 стакан ыстық су құюымыз қажет. 2 стакан су құйғаннан кейін әсет печкамызға осы листімізді салып, әсет печкамызды 20 минутқа қыздырып қоямыз. Содан кейін суымыз ақырындап ішінде қайнайды, сосын буланады, қатып қалған, сарғайып қалған дақтарымыз сол буға өзі еритін болады. Сосын оны алып сразу өшіріп, қырғыштың көмегімен немесе шашықтың көмегімен тазалап алатын боламыз. Егер өте қатып қалған дақтарыңыз болса, қырғыштың көмегімен қырып жіберсеңіздер, тап-таза болып шығады. Осылай әсет печкамызды үй жағдайында тазартып аламыз. Тек қана байқаңыздар, спиралін сіздер күйдіріп алмаңыздар. Себебі әркімде әртүрлі әсет печка, сол себепті су травкамен мүлдем қатты сүртпеңіздер, спиралін күйіп қалуы мүмкін. Сол себепті байқаңыздар. Осылай міндетті түрде қайталап көріңіздер. Егер де осылай сіздерге кеңесім ұнаған болса, міндетті түрде жасап, әсет печкаларыңызды тазартып алыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Алтынай. Осы видеоны сақтап, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менің каналымның дамуына үлестеріңізді қосып, тіркеліп, пікіріңізді қалдырып кетіңіздер.